Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Есімім Қайрат Бағдаргүл, Кемел Тоқаев атындағы орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі боламын. Бүгін сіздерге Google Classroom платформасында тапсырмаларды ұсыну жолдарын көрсететін боламын. Ең бірінші Google Classroom платформасына кіреміз, яғни Google іздеу жолына Google Classroom деп жазсақ, міне Google Classroom платформасының адресі шығады. Сол жаққа кіреміз. Кіргеннен кейін сіздерде егер мүлдем кірмеген болсаңыздар, бұл платформаға Gmail адрестеріңіз және электронный Gmail адрестеріңіз және парольді, құпия сөзді енгізіңіз деп тұрады. Сіздердің әрқайсыларыңызда ол бар. Соны қою арқылы кіре аласыздар. Ал мен бұрын тіркелгендіктен бірден курсыма кіріп курстарым тізіміне кірдім. Яғни бұл менің құрған курстарым. Енді сіздермен бірге жаңа бір курс құрып көрейік. Ол үшін плюс батырмасын басамыз, создать курс дейміз. Барлығымен келісеміз. Ары қарай курстың атауы. Яғни мен биология пәнінен арналған курс құрмақшымын. Бөлімімнің атауы жердегі тіршілік үшін судың маңызы. Яғни бірінші бөлімді аламын. Жердегі тіршілік судың маңызы. Яғни әр бөлімде өздеріңіз жеке курстар аша аласыздар. Немесе барлық курсты бір бөлімге біріктірсеңіздер де болады. Предмет биология және аудитория 10-ші сынып. Создать дейміз. Яғни бұл бізде 10-ші сынып оқушыларына арналған курс. Бұл жерде сіздер балаларға тапсырмаға бере аласыздар, кері байланыс ала аласыздар. Міне 10-ші сыныпқа арналған курсымыз құрылды. Бұл жерде басты бетті біз өзгерте аламыз, өзіміз сурет қою арқылы, немесе дайын сурет, белгілі бір сурет таңдау, дайын суреттер арқылы өзгерте алады екенбіз. Яғни әр пәнге қатысты дайын бейнебеттер бар. Мінекей құрылды. Енді осы курсымызға оқушыларды қалай шақырамыз? Ол үшін екі жолы бар. Біріншісі пользовательға барып, мынау құрушы, немесе оқытушы, мынау соған қатысатын оқушылар. Плюс батырмасын басып, ол жерге балалардың барлығының электронный Gmail адрестерін теру арқылы шақыра аласыз. Немесе екінші жолы, мына жерде сізде код курса көрсетілген, яғни сіздің курсыңыздың коды. Үлкейтіп көрсетсем де болады. Міне осыны алып, сіздер копировать етіп, оқушыларға тарату арқылы олар осы кодты енгізе отырып, сіздің курсыңызға қосыла алады. Осылай оқушылар қосылады. Егер оқушыларыңыз қосылған болса, мына жерге барлық оқушылардың тізімі шығып тұрады. Енді осы курсқа тапсырмаларды орналастыру, немесе оқушыларға тапсырмалар беру жолдары. Бірінші создать дейміз. Бұл жерде тапсырмалардың түр-түрі көрсетіліп тұр. Яғни қандай форматта сіз бересіз, ұсынасыз. Яғни тапсырма түрінде, тест түрінде, сұрақ түрінде және материал түрінде тапсырмаларды бере аласыз. Енді қарастырып көрейік. Тапсырма түрінде. Тапсырманың атауы, мысалы, сәйкестендір болсын, үлгі ретінде сәйкестендіру тапсырмасы. Инструкцияны міндетті емес жазу, бірақ жазып қойсаңыз да болады. Қалай тапсырманы орындауға болады, өзіңіз көрсетіп жазып қойсаңыз болады. Добавить батырмасын басамыз. Файл батырмасын басқаннан кейін сізде өзіңіздің дайындап қойған тапсырмаңызды жүктей аласыз. Яғни мен су дайын тапсырма дайындап қойғанмын. Суына осы жаққа жүктеу арқылы міне жүктелді. Енді оқушыларға мен бере аламын. Бұл жерде тағы да ескеретін жайт, осындағы көрсетілген тапсырма бойынша балл санын өзгерте аласыздар. Мысалы, бұл тапсырмаға менде 3 балл беретін болсам, демек 3 деп, немесе 10 балл болса 10 балл деп, әр жаңағы тапсырманың балын жеке қоя аламын.
Және тема ол сіз айта етеміз, өйткені тема бізде міндетті түрде болу керек. Ол жаңағы біздің бөлімімізге байланысты болады. Жердегі тіршілік үшін маңызы. Яғни біз осы бөлім бойынша ғана тапсырмаларды беріп жатырмыз. Және мына жерге сіздер оқушыларға бұл тапсырманы қай күнге дейін орындауға болатыны жайлы күнтізбе қоюларыңызға болады. Яғни жоспар. Мысалы, сіз дүйсенбі бердіңіз, сейсенбі күні кешке дейін олар орындап өткізу керек десеңіз, осылай күнді белгілеп қоясыз. Одан ары қарай күндері ол балалар бұл тапсырманы аша алмайды. Әзірге белгілемей қояйық. Болды. Барлық оқушыларға деп бассаңыз да болады. Немесе өзіңіз қалаған деңгейлеп оқытуға байланысты, балалардың деңгейіне байланысты берем десеңіз, мына жерде оқушылардың аты жөні тұрады кірген. Сол балаларды жеке-жеке шерту арқылы таңдай да аласыз. Ары қарай создать задание деп. Неге? Бізде бірінші тапсырма дайын. Сәйкестендіру тапсырмасы балалар кіріп бірден орындай алады. Ары қарай енді тест түрінде беретін болсақ, егер мысалы тақырыбын өзіңді тексер дейік, мысалы бұны тақырып соңында орындауына болады. Инструкция тоже жаңа айтып өттім, міндетті емес, бірақ жазуларыңызға болады. Енді бұл жерде бізде арнайы, егер сіз тестті дайындап қойған болсаңыз, жаңағы файл түрінде жүктеп қоюларыңызға болады, немесе өзіңіз мына жерден арнайы құрсаңыз да болады. Мына бұл жерге тапсырма сұрақты жазасыз, және мына жерге нұсқаларын жазасыз. Добавиттің үстін бассаңыздар, екінші, үшінші, төртінші варианттар кете береді. Ал сұрақты қосқыңыз келсе, плюс батырмасын басасыз, екінші сұрақ қосылады. Дәл солай батырмаларды баса отырып, сіздер бірнеше сұрақтан тұратын тест тапсырмаларын құра аласыздар. Енді оның ішінде сіздер дұрыс жауабын көрсету керек қой, тексеру келген кезде. Ответыды басып, мысалы, үшінші вариант бізде дұрыс десек, готово деп басамыз. Осылай балалар өзінің тексеру сұрағын тест түрінде орындай алады. Одан кейін отправить дейміз. Мына жерге әр оқушының жеке жаңағы тіркелген несін Gmail адресін жазу керек міндетті түрде. Міне әзірге қатысушылар жоқ, сондықтан бұл тапсырма барылмайды. Ары қарай енді тест түрінде бердік. Тестті негізі мына жерге жаңа өздеріңіз құрғаннан кейін мына жерге шығады, соны арнайы жеке оқушыларға да жіберуге болады, немесе мені осы жерде жалпы оқушыларға все учащиеся деп тоже балын да көрсету керек. Мысалы 10 сұрақ болса, 10 бала және теманы ол жаңа міндетті түрде болса, бөлім атауына байланысты болса, осы бөлімді таңдаймыз. Создать задание кетеді. Міне сіздің өзіңді тексер тапсырмасы тұр. Енді ары қарай. Енді бізде сұрақ түріндегі тапсырма болса, мына жерге сұрақты бірден қоюға болады. Балалар бірден сұраққа жауап бере алады. Мысалы, судың тіршілік үшін маңызы қандай? Екінші сұрақ, мысалы, судың қандай қасиеттері бар, сол сияқты ары қарайда 4-5 сұрақтарды жазып бірден жіберулеріңізге болады. Яғни оқушы кіреді, краткий ответ дейсіз, яғни балалар бірден қысқа жауап беріп, осы жерден орындай береді. Сұрағыңызға байланысты балыңызды өзгертуге болады. 5 сұрақ болсаң, 5 балыңыз, 3 сұрақ болсаң, 3 бал деп өзгертуге болады.
және мына жерде қатысушылар, яғни сіздің курсыңызға қатысатын оқушылардың бір-біріне комментарий жаза алады, яғни сұрақтарына, немесе редактировать ете алады. Бірақ редактировать етсе, ол бір бала кіріп тапсырманы орындап өзгертсе, барлық оқушыларға сол өзгертілген күйде баратындықтан оның қажеті жоқ. Бір-біріне комментарий жаза алады деген енді дұрыс, бір-бірінің жауабын бағалауы тиіс. Ары қарай просить, яғни сұрақ қой, балалардың міне сұрақ қоя алды. Енді бұны жаңағы былай өзгертіп қоюларыңызға болады. Мысалы, бірінші ол сәйкестендіру тапсырмасын орындап алсын, сосын сұрақтарға жауап берсін, және сосын ең соңында өзіңді тексер деп қорытындылауға да болады. Енді тапсырманы енді материал түрінде, яғни тақырыбы таныс, бұл жерде де солай, бірден добавить деп файлды таңдап, өздеріңіз файл түрінде әртүрлі мәтіндерді бере аласыздар. Мысалы, мен слайд түрінде беретін болсам, слайд түрінде мен оқушыларға ұсынамын. Яғни слайд арқылы көре отырып, олар толықтай танысады тақырыппен. Әрі қарай соған байланысты жаңа ұсынылған тапсырмаларды орындайды. Файлдың форматына қарай кішкене интернет жылдамдығы да солай қозғалады. Міне бізде судың тіршілік маңызы деген дайын слайдымыз тұр. Осы жер арқылы, мысалы, мәтінмен таныс емес, жалпы не деп қойсақ болады? Ақпаратпен таныс дейді. Ақпаратпен таныс. Осылай оларға ұсына аламыз. Ең бірінші оны да қозғауымызға болады. Бірінші ақпаратпен танысады, сәйкестендіру тапсырмасын орындайды, судың тіршілік маңызы туралы сұрақтарға жауап береді, және ең соңында өзіндік тексер тапсырмасын орындайды. Енді тағы бір айта кететін материал түрінде бердік қой. Енді біз жаңағы бейне материал түрінде беру, бейне роликке назар аудар. Добавить дейміз, бірден YouTube-тан іздеуімізге де болады. Яғни су деп іздеп көрейік. Су туралы қандай нелер шығады екен. Маңызы дейге қандай бейне материалдар, яғни бейне роликтер шығады екен көрсетілімде. Міне, судың маңызы туралы сабақтар бар екен. Мына жақта қысқаша түсіндірме. Жердегі тіршілік үшін судың маңызы. Осы жерден бір жаңағы дайын видеоны өзіңіз балаларға көрсете аласыз. Мына видеоны алайық. Осыны алып добавить десеңіз, мына жерде мына YouTube каналдан видео көрсетілесіз. Немесе добавить ссылка деп, өзіңіздің жаңағы әртүрлі платформалардан алған видео материалыңыздың ссылкасын көрсетсеңіз де, осы жаққа ол видео қойылады. Яғни добавить ссылка дейміз да, осы жаққа ссылка түрінде де қойсақ болады. Балалар бірден сол ссылка арқылы бейне материалды көре алады. Оны да осы жерде көріп қоюымызға болады. Бірінші жаңағы ақпаратпен танысып алсын, одан да бейне ролик көрсін, сосын сәйкестендіру орындап, сұраққа жауап беріп, және соңында тест тапсырмасын орындаса болады. Осылай балалар таныса тапсырмаларды ұсына алады. Енді мысалы сәйкестендіру тапсырмасына енді оқушылар қаратылады. Мен енді оқушы ретінде өзімнің інімнің аккаунтынан кіріп көрейін.
ол үшін тағы жаңағындай плюс батырмасын басамыз. Енді біз присоединиться дейміз, яғни қосылуымыз керек біреудің курсына. Осы жерге код курсаны жаза аламыз, яғни біз жаңағы 10 сыныпқа құрған мына кодымызды жібереміз группаға. Сол кездегі кодты жазу арқылы көре алады. Міне 10 сынып биология жердегі тіршілік жасаудың маңызы курсына кірді. Бұл жерге міне тапсырмаларды қойған, иә, осылармен танысып орындай алады. Мысалы, бірінші бейнеролик кіреді, бірден бейнероликті не істей алады, көре алады. Жаңағыда өзіміз қосқан видеоны ары қарай. Енді бұл жерге комментарий жазылады, мысалы оқушы маңызды болды. Осылай мұғалімге комментарий қалдыра алады. Енді келесі, мысалы, ақпаратпен танысудың маңызы үшін тапсырмасы, иә, міне 3 балл беріледі деп тұр. Осы жерде бірден комментарийға немесе менің жауабыма жауабын жазып кетеді. Судың тіршілігінің маңызы қандай? Су тіршілік тағы басқа өзі біледі жауаптар, иә, толық жауап берсе болады. Судың қандай қасиеттері бар, иә, мысалы ерігіштік, тығыздық, иә, деген сияқты бала өзінің толық жауабын осы жерден бере алады. Ары қарай. Енді өзіңді тексер тапсырмасы. Мысалы, міне бірден өзіміз құрған тест тапсырмасы тұр. Немесе мына жерде инструкциясы шығып тұрады, өздеріңізге пайдалы оқып отырсаңыздар да болады. Міне осы жерге жауап беруге де болады. Бірден комментарийға түсінбеген жерін жазып сұрауына болады. Енді ары қарай. Сәйкестендіру тапсырмасы. Сәйкестендіру тапсырмасына кіреді. Осы жерде міне кестені толтыр. Бірден дәптерінен осыны орындайды, суретке түсіріп, қайтадан осы жерге жүктей алады. Мысалы, документ түрінде, иә, жаңағы файлды осы жаққа жүктеу арқылы сдать тапсырма орындалды. Енді мен өзімнің неме барайын, туған курсыма барайын, иә. Задание. Қайрат мақсат қатысты. Барлығын орындаған, сәйкестендіру тапсырмасын орындаған, өзімді тексерді. Біз жаңа құрмағандықтан 13 ештеңе болмады, иә. Сұрақтарға жауап берген. Кіріп өзіңіз бұл жерде тексеріп, немесе жаңағы жауап берулеріңізге болады. Жарайсың. Барлығы дұрыс берулеріңізге болады. Яғни бұл өте тиімді платформа болып саналады. Осылай оқушылармен жаңағы тапсырма орындауларына байланысты өте тиімді платформа. Мына жерден кіріп, мысалы, қараңыздар, көрулеріңізге болады. Мысалы, судың тіршілігі үшін маңызы туралы тапсырманы орындаған, өзін тексерді.
орныма, өйткені ішінде ештеңе жоқ болды, құрған жоқпыз, иә. Сәйкестендіру тапсырмасын орындаған. Бірден кіріп, ол жерден балл қойып кету болады. 10 балдан қаншасы дұрыс болды ода? 9 дұрыс болды, 8 дұрыс болса 8, иә. Тіршілік үшін судың маңызы тапсырмасына сәйкестендіру үшеуді дұрыс болды десе, 3 тапсырманы басып, 3 балды көрсету арқылы сіз оларға балға қоя аласыз. Әр оқушының тізімін мына жерде шығарып тұрады. Міне осымен Google Classroom платформасында жұмыс істеу немесе тапсырмаларды ұсыну жолдары сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет.